Жалпы әлемде не болып жатқанын білесіздер ме? Сібірліктер қатты алданып қалғанын білмейді. Неге деп ойлайсыздар? Өйткені Сібірге үлкен қауіп төніп тұр. Ол қандай қауіп? Ол Сібір астындағы магманың көтерілуі. Бұл ақпаратты қайдан алдың деп сұрайсың ба? Бұл ақпаратты осы видеолардан көруге болады. Тіпті биліктегілер де Сібір астында лава теңізінің 10 жылдан бері көтеріліп келе жатқанын біледі. Ресей билігі сібірліктерді ұрпақтарымен қоса 100% жарылатын ең қауіпті аймақта қалдырды. Ең болмаса, өздерін эвакуациялауға да мүмкіндік қалдырмай тұр. Енді не істейміз? Жер астындағы қысымды шығару керек, яғни дегазация жасау керек. Ол деген сөз, ядроның қызуының әсерінен лаваның көтерілуі нәтижесінде пайда болған жер асты қысымын арнайы бұрғылау арқылы газсыздандыру жұмыстарын жасау керек. Осы маңызды мәселені көтеріп ұсынып отырған Алатра ғалымдары қаншама жылдан бері ескертіп айтуда. Егер жасанды жолмен дегазация жасайтын болсақ, Сібір аумағының 5-7% ғана зақымдалып, 90%-дан жоғары аумағы аман қалар еді. Ал егер газсыздандыру жасалмаса, онда бүкіл Сібір сөзсіз жойылады. Билік пен олигархтар осындай жағдайларда неге үнсіз қалады деп ойлайсыздар ма? Бәлкім олар өздері үшін жер асты байлықтарын есепсіз сорып, үндемей отырған болар. Бұл деген сөз, байлық үшін халықты құрбандыққа шалу емес пе? Өз басыма осыны ойласам, жүрегім ауырады. Себебі Сібір астындағы плюм жарылса, Қазақстанды, тіпті бүкіл әлемде зардап шегеді. Ау, адамдар, енді не істейміз? Біз үндемей, осы болып жатқан апаттарды немқұрайлықпен күтуіміз керек па сонда? Әлде адамдарды ақпараттандырып, балаларымыздың өмірі үшін, өзіміздің өміріміз үшін әрекет етуіміз керек пе?